Неге KZ ақпараттық сараптамалық порталында біраз уақыттан бері президенттер портрет айдары мен материалдар сериясы беріліп жатыр. Олар сен тұр мен айтайын дейтіндей бірінен бірі өтерлік мән мағынаға толы. Бұл жолғы кезек Украина президенті Владимир Зеленскийге келген екен. Осы күні әлемдегі барша президенттер бір төбе болса, Украина президенті бір төбе болып тұрған жайы бар. Ресей әскері Украинаға кіргенде бас сауғалап кеткен жоқ. Белді бекен бу Батыс пен Америкадан Украинаға әскери техникалық және қаржылай көмекті тасып жатыр. Ресеймен ешқандай ымыраға келмейтінін ашық айтты. Ел қорғаудың үлгі өнегесін көрсетіп келеді. Әрине, осыдан кейін оның атақ даңқы алысқа жетті. Украинаның әлемдік қауымдастықтағы саяси салмағы да күрт артып келеді. Кеш жарық ағайын, бұл неге олай бағдарламасы. Украина президентінің осы күнгі саясат сахнасындағы рөлі мен беделінің артуы қалай болып жатқанына зер салу үшін порталдың материалына ден қоямыз. Материалдың мән берерлік маңызды тұстары мынадай. Ол КВН-нан танылды. Өзінің квартал 95 деген студиясы бар. Ұлты еврей. 2004-2019 жылдар аралығында Зеленский 20-ға жуық киноға түсіп, ондаған фильмге сценарий де жазған. Зеленский түскен кино сериалдардың ішіндегі ең танымалы әрі тағдыр шештісі «Слуга народа» сериалы. Сериалдағы басты роль аяқ астынан президент болып кететін тарих пәнінің мұғалімі Василий Голобородьконы Зеленский ойнайды. Зеленскийдің өзі де кинодағы кейіпкерінің тағдырын қайталады. Студия сахнасынан саяси сахнаға күтпеген жерден топ ете қалды. Зеленскийдің саяси мансабы қашан басталды деген сұраққа әркім әртүрлі жауап берері анық. Біреулер оның саясаттағы алғашқы қадамын квартал 95 студиясында жасағанын айтады. Ал енді біреулер 2013-2014 жылдардағы саяси дағдарыс пен Ресейдің Қырымды аннексиялау кезеңімен байланыстырады. Бұл екі пікірдің де жаны бар. Біріншіден, Зеленский өзінің студиясы арқылы өткір мәселелер көтеріп, сол арқылы танымал болды, халықтың көңілінен шықты. Екіншіден, Ресей мен Украинаның арасы суи бастаған 2013-2014 жылдары аса белсенділік танытты. Киевтегі тәуелсіздік алаңында шерушілер алдында жалындап сөз сөйледі, оларды батыл қолдады. Украина армиясына қолдау көрсетті, жауынгерлермен кездесті, жарланғандардың қалын сұрап, ауруханаларды аралады, концерттен түскен қаражатты әскерге аударды. Міне, Зеленскийді аспаннан салбырап түсі дейтіндердің бір қателесетін тұсы осы. 2016 жылы Зеленский саяси партиясын құрды. Бастапқыда партиясын шешуші өзгерістер партиясы, яғни партия решительных перемен деп атағанмен, бір жылдан соң «Слуга народа» деп ауыстырды. Ал 2018 жылдың соңында Зеленский «Слуга народа» партиясының Рада, яғни парламент сайлауына қатысатынын мәлімдеген болатын. Алайда 31 желтоқсан күні жаңа жылға санаулы минуттар қалғанда Украина халқына үндеу жасап, президенттік сайлауға түсетінін мәлімдеді. 2019 жылдың 21 қаңтарында «Слуга народа» партиясы Владимир Зеленскийді ресми түрде президенттік сайлауға кандидат ретінде ұсынды. Ал сайлау 31 мамырда өтті. Зеленскийдің сайлау алды бағдарламасында Донбастағы қақтығыстарды тоқтатуға күш саламын, экономиканы қалыпқа келтіремін, жемқорлықты жоямын, мемлекеттік жүйені жөнге саламын дегені бекер емес. Халыққа да керегі осы еді. Тағы бір сұхбатында Зеленский былай деген: адамдардың өмірін сақтап қалу үшін сайтанмен келісуге де дайынмын. Атысты тоқтатып, елді дамыту үшін алғашқы қадам жасауымыз керек. Бірінші турда Зеленский 30,24% дауыс жинап, сол кездегі президент Петр Порошенконы екі орады. Порошенко 15,95% жинаған. Кандидаттардың ешбірі 50%-лық межеден аса алмағандықтан екінші тур болды. Екінші турда Зеленскийге сайлаушылардың 73,22% дауыс беріп, ол жеңіске жетті. Сол жылы көктемде Украин халқының тағдырын түбегейлі өзгерткен сайлау болды. Шоумен
Сонымен актер, комик Владимир Зеленский президент болып сайланды, ал Петр Порошенко жеңілгенін мойындады. Инаугурацияның ертеңінде Зеленский жоғарғы раданы таратып, кезектен тыс сайлау жариялады. Ол мұның себебін халықтың парламентке деген сенімі азайды деп түсіндірді. 2020 жылы мамырда Зеленский Украинаның Еуроатлантикалық интеграция жөніндегі бағдарламасына қол қойды. Бағдарламаның негізгі мақсаты Украинаны НАТО мен Еуроодақтың толыққанды мүшесі жасау. 2021 жылы маусымда Зеленский немістің Frankfurter Allgemeine Zeitung басылымына сұхбат беріп, Ресейді Украинаға ғана емес, бүкіл Еуропаға төнген қауіп деп атады және қорғану үшін әскери көмек сұрады. Осылайша соғыс өрті Киевке жақындай түсті. 2022 жылы 23 ақпанда Ресей әскері Украина жеріне тереңдеп кіргенде Зеленскийді Киевтен қашып кетті деген гугу тараған. Алайда Украина президентінің кеңсесі мұны жоққа шығарып, Зеленскийдің соңына дейін Украин халқымен бірге болатынын мәлімдеді. Дегенмен жағдай қатты шиеленіскен сол тұста Зеленскийге елден кет дегенді ақш, Ұлыбритания, Түркия сынды мемлекеттер айтыпты. Бірақ ол еш қайда кеткен жоқ. Керісінше, Киевтің орталығында тұрып, халыққа үндеу жасап, мемлекетті қорғауға шақырды. Соғыс басталғалы бері Зеленскийдің беделі күрт артып, әлемдік деңгейдегі тұлғаға айналды. Британдық Times газетінің жазуынша, соғыс басталғанға дейінгі уақытта Зеленскийге 3 рет қастандық жасалған. Бәрінде қауіпсіздік қызметі тоқтатыпты. Міне, Зеленскийдің өмірінде болған қым-қуыт оқиғалар мен Ресейдің Украинаға қарсы бастаған соғысы бір кездердегі күлдіргі комик Зені бүкіл әлем таныған қабағы қатулы президент Зеге айналдырды. Президент Зеленский туралы айтқанда оның әйеліне тоқталмай кетуге әсте болмайды. Елена Зеленская Украинаның бірінші ханымы атанғанға дейін Квартал 95 студиясында автор, соавтор және сценарист болған. Мәселен, ол 2009 жылы шыққан «Как казаки» комедиялық мюзиклін жазған. Сондай-ақ ол атышулы «Слуга народа» сериалының соавторы. Мына қызықты қараңыз. «Слуга народа» сериалындағы президент болған мұғалім Голобородьканың образын дәл осы Елена Зеленская жасап шығыпты. Қазір Зеленскийдің қалай президент болғанына қатысты болжам көп. Біреулер мұның себебін оның ұлтынан іздесе, енді біреулер ескі биліктен жалыққан халық өз таңдады дейді. Әйелі мықты дейтіндер де бар. Қалай болғанда да Зеленский 6 жылдан бері президенттік лауазымын от пен оқтың ортасында атқарып келеді. Ал енді Зеленский тарихта қандай президент болып қалады? Жеңімпаз ұлттың лидері болып қала ма, әлде мемлекетін құрдымға жіберген жағымсыз басшы болып қала ма? Мұны соғыстың соңғы нәтижесі шешеді. Арнайы сіздер үшін неге олай бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.